Құдайбергенов Қазақстанда. Миллиардтаған тыңдарманның жүрегін жаулаған отандасымыздың құрметіне кеше Астанада әлем таныған Димаш атты кездесу концерт ұйымдастырылды. 4 айдың ішінде жаһанға танылған қазақ баласының ендігі жоспары қандай? Шетелде өнер көрсеткен ойлау кетеміз. Ұлттық аспабымызды аспан асты елінде танытқан Димаш күні кеше өткен кездесуде де қолына үкілі домбырасын алып күйді күмбірлетті. Дегенмен жерлесіміздің ендігі жоспары әлемдік ән сахналарын бағындыру деседі. Шығармашылығын шетелде шыңдауды көздеген талантты ұлдың бұл қадамына қазақ өнеріндегі аға буынның пікірі қандай? Жақсы нәрсенің бәрі тек шетелде екен деп ойлай беру ол қателік. Сен өз мүмкіндігіңді, өз еліңнің ішіндегі бар дүниені меңгеріп алу керек. Ол бүкіл шетелге шақырған жерлерге барып, қазақтың өнерін көрсетіп тұрса, онда тұрған не бар екен? Ал бірақ Қазақстанның баласы, Қазақстанның өзінің туған жерінде болатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Кезінде Роза Рымбаеваның да дәл осындай таңдау алдында тұрғанда. Мені де талай мемлекетке шақырған. Бірақ мен өз елімнің әншісімін, өз елімнің әнін орындаймын, өз тілімде орындаймын. Шешімім солай болды, себебі мені талай Москваға шақырған. Ал Жеңіс Ысқақова Димаштың Қазақстанда қалғанын қаламайды. Әншінің пікірінше талантты ұлдың танымалдылығы тек өз елімен шектелмеуі тиіс. Қазақстанда жүрмей-ақ қойсын, Қазақстанда жүретіндер жетеді. Сыртқа шықсын. Мен тек қана сыртта жүргенін қалаймын. Мүмкін ол үшін мені біреу жек көруі мүмкін, бірақ мен Димаштың тек қазақты танытып сыртта жүргенін қалаймын. Бізге ол жұлдыз болып келіп тұрсын тек қана. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары.